көрермен, жарнамадан оралдық жандосы ортада. Біз соңғы белгіні жазып алыңыздар. Соңғы белгі Нұржанның қолында. Сен сұлусың. Сен сұлусың, жүрекке берер жылусың. Жақсы. Ал бұл сыйлық кімге, жандос? Бұл сыйлықтар Перизат пен Нұрсұлтанға қолдаушыларына. Перизат пен Нұрсұлтанға қолдаушыларынан дейді. Хаты бар екен. Наш любимый Нурсултан Перизат, мы вас поддерживаем, чтобы не было, улыбайтесь всегда, впереди ждет вас только хорошие дни. Мы любим вас. Откройте дверь. Рахмет үлкен. Әрқайсыңызға бір бөлек сияқты, е? Бұл календарь, е? Күнтізбе. Өте әдемі екен, енді әрине, бірақ Ғалымжан өтінген еді. Иә, рахмет сіздерге көп, Аллах разы болсын. Енді білмеймін, балауса ханым қалай болады екен. Сонда да рахмет, шынымен. Өте қуаныштымын. Құрметті көрермен, шымылдық жабылды, және де үміткердің таңдауы. Көп сөз байын. Үміткердің таңдауы. Жәнібек. Жәнібек, үміткерді шақырамыз ба? Иә, шақырайық. Жақсы, ендеше Жәнібектің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, сұлу бір қыз келді студиямызға. Танысайық, өзіңізбен, есіміңіз? Есімім Елдана. Елдана, жасыңыз? 21-де. Қай жақтың тумасысыз? 21 жастағы қыз келді сізге? Ау? Аягөз қаласы. Аягөз қаласынан. Ал неге Жәнібекті таңдадыңыз? Неге таңдамасқа? Сымбатты, әдемі. Қыз сыйлау біледі. Сол үшін келіп отырмын. Сол үшін келдім дейді Жәнібек сұрақ. Елдана, иә? Елдана, қош келдіңіз. Қадамыңызға көп рахмет. Таңдап келгеніңізге рахмет. Негізі біраз болды, негізі қашан келеді деп үміттеніп отырады. Елдана, негізі 21-де жасыңыз, дұрыс па, иә? Иә. Мен жасым сізге кедергі емес, 30-ым. Нормально? Сөкен, ата-анаңыз біледі ғой, иә? Жоқ, ата-анам білмейді. Ата-анаңыз білмейді, иә? Қазір таңда жұмыс істейсіз, оқисыз? Иә, қазіргі таңда салонда істеймін. Уақытша. Салонда жұмыс істейсіз. Отбасыңызда? 2 ағайындымыз. 2 ағайындысыз, иә? Өзіңіз? Өзім кішісімін. Кенжесі. Енді мен де аңдаған, негізі көбінде ата-анамен бірге тұру деген ғой. Соған қарсы емес шығарсыз, иә? Негізі жалпы сондайға. Негізі қарсы емеспін. Қарсы емес, иә? Негізі? Ойыңыздан шығып жатқан сияқты, иә? Иә, сұрақ қойғысы келіп отырғандар. Саида? Саламатсыз ба? Сізден сұрайын деп едім. Бұрын сонда тұрмыста болдыңыз ба? Сосын, может, последние отношения, когда бітті у вас? Бұрын сонда я тұрмыста болғам. Кішкентайыңыз бар ма еді? Я кішкентайым бар, бір қызым бар. Жас нешеде? 1,5 жаста. 1,5 жаста. Қазір өзіңізбен бірге ме? Жоқ, осы уақытқа дейін өзімен болған, қазір ата-анамның қасында. Сіздің ата-анаңыз? Иә, менің ата-анам. Енді тұрмысқа шыққанда бәрі жақсы болып кетсе, балаңыз сізбен бірге кете ма? Әлбетте. Жәнібек, сен қарсы емессің ба? Прошлый раз отношениях таныстығы бітіп қалды ғой, сол балаға жауапкершілік алуға дайын емеспін деп алдың ғой сен, соған. Осы әзіртен де бір сызып ештеңе айта алмаймын нақты. Көреміз, таныс алдағы уақытта. Уақыт көрсетеді. Аделя? Енді Елдана, қош келдіңіз. Өте сұлу ете қалғаны бар. Сұрақ қойғым келіп отырғаны, енді қатты қызғаншақсыз ба? Себебі Жәнібек бізде тамада дегендей, тойда жүреді. Және де осы арамызда да қаншама әңгіме шығып жатыр Жәнібек туралы, соған көзқарасыңыз қалай? Жоқ, қатты қызғаншақ емеспін, орнымен деп ойлаймын. Өзім өнер адамына көзқарасым оң. Оңды дейсіз, иә? Жақсы, ол тіптен жақсы сияқты, енді тойда көп жүретіні бар. Мүмкін шымылдықта шығармыз. Иә, шық. Шымылдық ашылсын ендеше. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшын тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Жәнібек, әсеріңіз? Жақсы, бой ұзын деген, Ой, ұзын екен, иә? Жақсы.
Күшті жақсысыздар. Қуаныштым. Қуаныштысыз. Елдана. Ал сіз? Қуаныштымын. Елдана. Неге күліп жатсыз? Кішкентай ма екенмін? Сол үшін дейді ғой. Бірақ дегенмен енді бүгін сіз биік өкшемен тұрсыз, бәлкім сәл ұзындау болып тұрған шығарсыз, бірақ өмірде бір шамалас сияқтысыздар, жарасатын сияқтысыздар. Бәлкім көреміз уақыт көрсетеді. Жалпы ұнаған сияқты, иә, негізі? Өте Иә, жақсы әдемі сүйкім. себебі жаңа осы жерде көңіл күйіңіз жоқ, бір ұнжырғаңыз түсіп отыр едіңіз. Бірақ шымылдық ашылғаннан кейін жарқырап тұрған қыз екенін көрдіңіз. Таныстық жалғасады ғой. Иә, жалғасады. Танысып көрейік. Жалғасады. Енді сіз бүгін ядан басқа ештеңе айта алмай қалған сияқтысыз. Бүгін ашуландыңыз да, басқасы да болды, бірақ дегенмен де енді Елдана, бізде уақыт шектеулі болғандықтан сырласуға бара алмайсыздар, бірақ бірден кездесуге шақырады. Керемет кездесу ұйымдастырады деген ойдамыз. Енді жақсы кездесу, жақсы таныстық болсын. Елдана, келгеніңізге көп рахмет. Бірақ ескерту айтқым келіп тұр Жәнібек өзіңізге. Енді өзіңіз біліп тұрсыз. Бұрын соңды жаңағы кішкентайым бар деп айтып жатыр, тұрмыста болдым деп жатыр. Енді менің сізден сұрайтыным, сіз ой қорытқан шығарсыз одан кейінгі, иә, өткендегідей ситуация болмайды деген ойдамын. Көңіліңізді бөліп, кездесуге уақытылы шақырсаңыз деймін. Жақсы, алдағы уақытта тұрсап сөйлесіп, танысып бересіп, айтатын боламыз енді, көреміз. Жақсы. Елдана, келгеніңізге көп рахмет, сізді шығарып салайық. Иә, енді алдағы уақыт, Жәнібек жайғаса қойыңыз. Жәнібек пен Елдананың танысығы басталып жатыр. Алдағы уақытта кездесулері қалай болады барлығын білетін боламыз. Құрметті көрермен, енді бізде бүгінге уақыт шектеулі. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Ертең бізде 5 қараша 14:30-да Еуразия 1-ші арнасында үлкен Фархат пен Мадинаның үйлену тойы болады. Ертең өздеріңізді тойда күтеміз, сау болыңыздар. Бірақ бақыт әрдайым сынақпен келеді. Бір күні Аделя ауыр науқасқа шалдықты. Дәрігерлер көп үміт бермеді. Сол кезде Ернар үшін бүкіл әлем тоқтады. Ол жұмысты тастап әйелінің қасында отырды. Таңды таңға ұрып күтім жасады, үмітін үзбеді. Аделя кейде әлсіреп, шаршап қалатын, бірақ Ернардың қолын ұстап, баяу айтатын: "Егер мен кетсем де, сен күлімсіре. Мен сенің күлкіңді жақсы көрем." Бірақ Ернар оның кететініне еш сенген жоқ. Ол күн сайын оған кітап оқып беретін, екеуі бірге армандарын еске алатын. Бір күні таңертең күн терезеден сығалап кіріп, бөлмені жылытып тұрғанда Аделя көзін ашып: "Міне тағы бір күн. Біз бірге қарсы алдық" деді. Күндер өтіп жатты, аурудың ізі біртіндеп жеңілдеді. Аделя өмірге қайта оралды. Ернар үшін бұл екінші рет сүйгенмен тең болды. Ол әйелін алғаш көргендей қайта ғашық болды. Сол күннен кейін ол әр таң сайын "Сен менің кереметімсің" деп айтуды әдетке айналдырды. Жылдар өтті, олардың шашына ақ түсті. Бірақ махаббаттары сөнген жоқ. Керісінше, жылдар өткен сайын тереңдеп, сабырлы сезімге айналды. Бұрынғыдай үлкен сөздер айтпайтын, бірақ әрісінде, әр қарасында сүйіспеншілік бар еді.